Балалар, математика пәнінен бүгінгі өтетін тақырыбымыз есептер шығару. Сен шамалардың өзара тәуелділігіне есептер шығарасың. Ең алдымен шамалар үшбұрышына қарап, төмендегі есептерді шығару үшін қайсысын олардың қолданасын анықтап жіберейік. Бірінші есепке назар аударайық. Аулаға ұзындығы 9 метр және ені 7 метр балалар алаңы салынды. Балалар алаңының ауданы қандай? Бұл жерде біз нені табуымыз керек? Ауданды табу керек. Сондықтан мына шамаларды таңдаймыз. С тең А көбейтілген Б шамасын таңдаймыз. Келесі есеп. Ауладағы бір орындықты сырлауға 300 грамм бояу жұмсалды. Осындай 3 орындықты сырлау үшін неше грамм бояу қажет? Бұл жерде біз жалпы массасын анықтауымыз керек. Мына үшбұрыштағы шаманы таңдаймыз. Келесі, бір банка бояудың массасы 180 грамм. Осындай 4 банкада неше грамм бояу бар? Бұл жерде де біз жалпы массаны табуымыз керек. Енді балалар, есебіміздің осы есептерге назар аударайық. Бірінші есеп, асы шарты. Ұзындығы 9 метр, А тең 9 метрге. Ені 7 метр, Б 7 метр. Ауданы белгісіз, С белгісіз метр квадрат. Енді ауданды табу үшін біз не істейміз, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Ені мен ұзындығын көбейтеміз. 9 метрді 7-ге көбейтеміз. Сол кезде 63 метр болады. Сонда жауабы балалар алаңының ауданы 63 метр квадрат. Келесі есепке назар аударайық. Бір орындыққа 300 грамм бояу кетті. Бұл заттың массасы. 3 орындыққа қанша масса кетеді? Заттың саны 3. Сонда, міне, заттың саны 3. Бізде сонда мына заттың жалпы массасы белгісіз болып тұр. Сонда жалпы массаны табу үшін біз массаны заттың санына көбейтуіміз керек. Міне, 320-ны 3-ге көбейтсек, 960 болады. Сонда жауабы балалар 3 орындыққа 960 грамм бояу қажет екен. Келесі есеп. Бір банкада 800 грамм бояу бар. 4 банкада қанша грамм бояу бар? Бұл жерде де бізде заттың массасы белгілі 180 грамм. Заттың саны белгілі 4 банка. Жалпы массасы белгісіз. Жалпы массаны табу үшін біз массаны санына көбейтеміз. 180-ді 4-ке көбейтеміз. 720. Сонда балалар 4 банкада 720 грамм бояу бар. Келесі есепке назар аударайық. Балалар, бұл жерде бағасы, саны, құнына берілген есеп. Бұл кесте бойынша есеп құрастырып, оны шығаруымыз керек. Мысалы, Дулат дүкеннен бағасы 45 теңге тұратын 8 дана балмұздақ сатып алды. Және де бағасы 64 теңге тұратын 6 дана вафли сатып алды. Енді нені табуымыз керек? Дулат барлығы осы заттарға қанша теңге төледі? Құнын табуымыз керек. Шешуі, ең алдымен біз балмұздаққа жұмсаған ақшасын табамыз. 45-ті 8-ге көбейтеміз. Заттың құнын табу үшін балалар, заттың бағасын санына көбейту керек. Естеріңізде болсын. 45-ті 8-ге көбейткенде 360. Келесі, вафлидің бағасын табамыз. 64-ті 6-ға көбейтеміз. 64-ті 6-ға көбейтсек, 384. Сонда балалар біз нені таптық? 360 бұл балмұздаққа төленген құнды таптық. Және де 384 бұл вафлиге төленген құнды таптық. Енді нені табуымыз керек? Осы екеуіне барлығына қанша төлегенін табуымыз керек. Ол үшін 360-ті 384-ке қосамыз. 744. Сонда Дулат барлығы 744 теңге жұмсаған екен. Немесе балалар, өрнекті былай да жазуға болады. 1-ден 3 амалға бөлмей, 1-ден былай жазуға болады. Мысалы, 45 көбейтілген 8 қосылған 64 көбейтілген 6 тең 74. 744. Жауабы құны 744
теңге. Енді балалар оқулығымыздың 49-шы бетін ашып, екінші есепке назар аударамыз. Бұл жерде сіздерде кесте берілген, кесте бойынша осылай есеп құрастырып, есепті дәптерімізге жазамыз. Манағы мысалдарды дәптерімізге жазбаймыз. Дескрипторге назар аударайық. Кесте бойынша есеп құрастырамыз, есептің шешуін жазамыз, есептің жауабын жазамыз. Кестені сызудың қажеті жоқ. Жақсы балалар, сәттілік тілеймін сіздерге.